Әсерлі әңгіме бағдарламасы. Айша БФ мектеп радио тыңдармандарына сәлем. Сіздермен бірге әсерлі әңгіме бағдарламасы және мен Шораева Маржан. Бүгін бізде қонақта ерекше қонақтардың бірі сонау Шымкент Ұлдар лицейінен келіп отырған қазақ тілі және әдебиеті пәні мұғалімі Абишева Райхан апай. Сонымен қатар алғашқы сұрағымызды Райхан апай өзіңізге бағытталмақ. Өзіңіз жайлы біздің тыңдармандарымызға айтып кетсеңіз. Рахмет. Құрметті Әулиеата өлкесінің ұландары, білім іздеген жас қырандар, ару қыздар. Бүгін біз Шымкент қаласының ер балалар лицей-интернатының ұжымы Әулиеата өңіріне саяхат шектік. Осындағы қазақ-түрік ер балалар лицейінде колледжде болдық және бүгін үшінші қонақ ретінде сіздердің қыздар лицейіне келіп отырмыз. Жалпы бұл іс-сапардың ресми емес, әрине мәдени, танысу мақсатында, көру, үйрену мақсатында және көрнекті жерлерді, әулиелі жерлерді аралау, жалпы әдемі тамаша демалыс болып жатыр. Ал осы уақытта келіп отырсыздар, соның көктемнің керемет ауа райында, ресми емес деп айтып отырсыздар. Оңтүстік болғаннан кейін тоғырлас қала болып есептелеміз ғой. Ауа райы болсын, қаламыздың әсемдігі жағынан болсын, сізге қалай әсер етіп жатыр екен? Бүгін ауа райы керемет болып тұр. Жалпы Әулиеатаның біздің байқағанымыз, енді Шымкент пен Әулиеатаның арасы сондай да ұзақ емес, дегенмен бірдей ауа райы болып тұр. Я күн шықпайды, я бір нөсер құйып кетпейді, бірақ бір сыдырғы, бір қалыпты әдемі ауа райымен күтіп алып жатыр Әулиеата бізді. Тарихи әдемі мәдени жерлерде бардық, күшті әсер алып жатырмыз. Ал Шымкент Ұлдар лицейінде 12 жылдың көзіндей қазақ тілі әдебиеті мұғалімі қызметін атқарыпсыз. Біздің тыңдармандарымызға біраз Шымкент Ұлдар лицейі жайлы ақпарат берсеңіз. Жалпы тек Шымкент ер балалар лицейі емес, жалпы лицейлер туралы, қазақ тілі лицейлер туралы айтқым келеді. Себебі жалпы еңбек өтілім 20 жылдың төңірегінде, 20 жылдан асып жатыр. Соның 12 жылы осы қазақ тілі ер балалар лицейінде жұмыс жасап жатырмын. Лицейге алғашқы келгенде, енді біз Қазақстанның басқа мектептеріне оқу орнынан келдік қой. Бірінші келгенде бір керемет әсерде болсам, сол әсер әлі күнге дейін бұзылған жоқ. Ол әрине жалпы қазақ тілі лицейлерінің өзіндік бір ерекшелігі болар. Енді ер балалар лицейіне келетін болсам, біздің лицейдің әрине білім жағынан көп жетістіктері бар. Алғашқы лицейге келгенде математик Бердібек Шапағат деген шәкірттерім болды. Серғазы, қазір Серғазының ізбасарлары бар, артынан өсіп келе жатқан. Өзінен кейінгі ұрпақтың ерекше қабілетіне, өзінен кейінгі ұрпақтың ізімізді басып келе жатқан ұлдар мен қыздардың білімге деген құштарлығына таң қаламыз. Біз енді кішкене де болса ілгері ұрпаққа жатып қалдық қой, ілгері буынға жатып қалдық, қуанамыз. Яғни Қазақстан осындай білімді жастардың қолында екендігіне мен шын ниеттен қуаныштымын. Шәкірттер туралы айтып қалдыңыз жаңа ғана. Шәкірттерді тәрбиелеген кезде, оларды білімдермен сусындатқан кезде бір өзіндік методика немесе бір мотивация беріп жатады ғой мұғалімдер. Сондай қалай қолданасыз ол жақта? Біріншіден шәкіртті жақсы көру керек ұстаз. Егер ұстазы шәкіртін қатты жақсы көретін болса, ол гүл ғой, қалай бағыттасаң да ол солай өседі, солай алып кетеді. Сенің мейірімінің, жүрегіңнің шуағын бала алады, соны сезінеді. Соны сезініп жүрегімен тұшынған бала, ол міндетті түрде сенің сабағыңды жақсы оқиды. Және өзге сабақтарға деген сондай құштарлығы асады. Негізі менің осы лицейге келген кездегі жаңа сөздің басында айтып кеттім, Қазақстанның басқа оқу орнынан келдім. Келгенде мен балалар қатты жақсы көріп кеттім. Қатты. Оған дейін отбасым болған жоқ, кішкене өмір туралы айтайын. Ұлым, перзенттерім болмаған. Сонда осы балаларға деген соншалықты ерекше махаббатым шығар. Лицейге келген жылдың мен алғашқы қызымды босандым, қазір міне 10 жастан асып жатыр. Одан кейін ұлым босандым, Қасым-Жомарт есімді. Оның барлығы мен ойлаймын, лицейдің ерекше бір қасиеті, лицейдің ерекше бір қастерлілігі, сосын жақсы көру деген сезімнің өте жоғары екендігі. Біз оқушыларымызды соншалықты жақсы көргендігіміз болар, оқушыларымыз да дәл сондай қайтарыммен бізге қарайды, сондай көзқараспен қарайды. Ал маған жаңа ғана келіп жатқан сұрақтардың бірі, мысалы біздің ойымызға кіріп қалған нәрсе, ол мұғалім шәкіртті тәрбиелеу керек, мұғалім шәкіртті оқытып, білімдермен сусындату керек деген нәрсе бар. Бірақтан қазіргі таңда айтып отырсыз, қазақ түрік лицейлерінде болып жатқан әртүрлі әсерлі болуы мүмкін,
шәкіртіңізден үйренген нәрсеңіз бар ма? Керемет. Бұл ерекше тамаша сұрақ болып тұр. Себебі біз балалардан көп нәрсе үйренеміз. Қазіргі жастардан көп нәрсе үйренеміз. Бірінші ерекшелігі балалардың бойындағы ерекше үйренемін деген қасиет. Біз енді кеңестер дәуірінде мектепте оқыдық, ол мектеппен мына мектепті мүлдем салыстыруға келмейді. Мүлдем. Біздің балаларымыздың бойындағы оқимын, үйренейін, тәртіп, тәрбие, ізгілік, инабат, кешірімділік, бір сөзділік. Енді қарап отырсам, жалпы ер жігіттің бойындағы барша мықтылық біздің ұлдарымыздың бойында бар. Мен өзім оқушыларыма қарап тәрбиеленген адаммын. Балаларымнан көп тәрбиені алдым. Оларды тәрбиелей отырып, өзіміз олардан алғанымыз қаншама. Ол жақтан бұл ретте мен осы тәрбиенің жайдан жай аспаннан алынбаған, осы тәрбиенің ұшын негізін қалаған, өзегін өркендеткен аға буындарға үлкен рахметімді айтқым келеді. Сұхбат барысында біз байқап жатырмыз, қазақ түрік лицейлерін, оның ішінде оқушыларын қатты жақсы көретін бір мұғалімдердің бірі екеніңізді. Соны растау үшін, дәлелдеу үшін өміріңізден алған бір лицейде болған қызықты оқиғадан бір мысал келтірсеңіз. Лицейде болған оқиғалар өте көп. Бір жағдай айтып берейін. Мен лицейге келген кезде, қазіргі Қызылорда лицейінің директоры Қанат Егенбердиев менен кейін келген мұғалім болатын, жаңағы тәрбиеші болатын, кішкене сағатпен тәрбиеші болатын. Содан бір күні бір жағдай болып, сентябрьдің басы сыныптарды бөліп жатыр мұғалімдерге. Қанат сондай жас кезінде, енді қазір енді беделді, салихалы директорлардың қатарында ғой. Дегенмен ол Қанат тәрбиеші, бір жақ студент Қанат болатын. Сол Қанат жүгіріп баспалдақтан түсіп келе жатыр. Ойбай апай дейді, не болды десем, менің сыныбымда орыс отыр ғой дейді. Сол жарайды мақұл, не істейін? Мен қарасам, менің сыныбымда бір түрік бала отыр екен, Ертұрыл деген. Әлі күнге дейін ұмытқан жоқпын, 10 жыл өтіп кетсе де. Мен түрікше білмеу, Қанат кішкене орысшадан шорқықтау. Содан екеуміз екі баланы ауыстырып алдық. Содан күлеміз жаңағы. Енді одан кейінгі ол балалардың бәрі күшті оқып кетті. Қанат түрікше үйренді деген сияқты. Балаларымыз қазақша үйренді. Енді балаларменен қызықты оқиғалар өте көп, әрбір сабақта. Содан 1-2 жылдардан кейін Қанат басқа мектепке ауысып кетті. Содан айтайын дегенім, бір күні біздің Қанат ағай дейді да балалар. Енді Қанаттың балалар жақсы көргендігі ерекше болып тұр ғой. Сол үшін де балалар да Қанат ағай жақсы көріп тұр да, бітіріп кеткеннен кейін. Сөйтіп біздің Қанат ағай дейді. Сосын қа деген әріпті айтпаңдар маған деді. Себебі мен өзім қазақ әдебиет мұғалімімін. Сөйтіп қа деген әріпті айтпай, бірақ Қанатты мен де жақсы көріп тұрмын. Дегенменен балаларға бір жағынан сүйсініп тұрмын. Қанат соншалықты бітіріп ауысып кетсе де жақсы көріп тұрған. Дегенмен айтпаңдар маған қа деген әріпті. Бір Абылайхан деген баламыз бар еді. Апай, қазір азақ тілі ма, азақ әдебиеті ма дейді. Азақ әдебиет не істедім мен? Ұмытып кеттім ғой айтқан сөзімді. Қа деген. Сөйтіп енді өзіңіз айттыңыз ғой, қа деген әріпті айтпаңдар деп. Осындай бір қызық жағдай болған. Көптеген қызықты оқиғаларға толы өміріңіз әрі қарай да жалғаса берсін деген тілектеміз. Ал қазір өзіңіз бір қазақ тілі әдебиеті мұғалімі ретінде, ұлдар лицейінің ұстазы ретінде, шәкірті тәрбиелеген ұстаз ретінде алға қойған үлкен бір мақсатыңызбен бөліссеңіз. Жалпы мақсатсыз адам болмайды, әсіресе мұғалім. Себебі біз бала тәрбиешісіміз. Бала жанына білім нәрін себушіміз. Адами тұрғыда баланы дамытушымыз. Әсіресе әдебиет пәнінің мұғалімдері, бұл әдебиет деген адам жанының айнасы. Ол жүректерді емдейтін, нәр беретін пән. Сондықтан негізгі соңғы кездегі өзім ойымда жүрген көп ой, біздің Алаштың азаматтары бар. Солардың жеке өмірін, ашылмай жатқан тың материалдарды балалармен ғылыми жоба бізде жақсы жолға қойылған ғой. Сол жұмыстарға араласып қолға алу. Әсіресе соңғы кезде айтылмай кеткен репрессия құрбандары, сосын жаңа тарихтың топырағында қалып кеткен тұлғаларымызды ашу, оны мына
қазіргі ұрпаққа таныту. Себебі өткен тарихыңды білмесең, келешек өміріңді болжау мүмкін емес. Ал біздің балалар өткен тарихымыз, мынау біздің кеше өткен бабаларымыздың жұмысы, мынау біздің кеше өткен ағаларымыздың жұмысы, осыны сендер аяқтауларың керек деген кезде, әрбір бала мен аяқтауым керек деген оймен қабылдайтынына мен сенемін. Дәл солай қабылдайды. Сол үшін де осы жұмыстерді Алла бұйыртса жандандырмақ ойым бар. Бұйыртса ол мақсатымыз сіз болып, біз болып жандандырамыз деген ойдамыз. Ал құрметті тыңдармандар, әсерлі әңгіме бағдарламасына келіп, біздің студиямызға келіп сұхбат берген Шымкент Ұлдар лицейінің қазақ тілі әдебиет мұғалімі, 12 жыл еңбек өтілі бар Абишева Райхан апай. Райхан апай біздің студиямызға келіп, тыңдармандарымызға әсерлі әңгіме, ашық жарқын сұхбат бергеніңіз үшін алғысымыз шексіз.